Сәлеметсіңдер ме балалар? Моцарт пен Бетховен мұндай аспапты армандағанда емес. Ең бастысы бұл аспап арқылы біз түстерге толы жаңа тембрлерді ойлата аламыз. Мысалы, синтезатор. Мінекей, біз бүгін электронды музыка туралы сөйлесеміз. Қазіргі әлем электронды дыбыстарға толы. Бірақ әрқашан олай болған жоқ. Электронды аспаптар адамзат тарихындағы жас жаңалықтың бірі. Мысалы, флейтаға 10 000 жылдан асқан болса, ең көне электронды аспаптар жасы 100-ден аз. Электрондық музыканың пайда болуының себепшісі синтезатор. Синтезатор перне тақталы электронды музыкалық аспап. Оның тарихы бір қызығы телеграфтан басталады. Сонау 1832 жылы ресейлік өнертапқыш Павел Львович Шиллинг әлемге алғашқы телеграфты көрсетті. Оның көмегімен электр сигналдарын қашықтыққа жіберуге болады. Ал 1876 жылы американдық өнертапқыш Татл Элайша Грег 2 октавалы фортепиано перне тақтасы және кіріктірілген динамигі бар музыкалық телеграфты ойлап тапты. Олар музыкалық аспап ойлап таптым деп ойлаған да жоқ. 20 жылдан кейін тағы бір американдық өнертапқыш Тадеус Кахел филармонияны құрды. Бұл электрлік музыкалық аспап заманауи синтезаторлардың түп нұсқасы болып саналады. Ең таңғаларлығы оның салмағы 200 тоннаны құрады. Бұл аспап орналасқан студияны елестету де қиын. Алғашқы синтезаторлардың бірі Лев Сергеевич Термен құрастырған. Ол өзінің аспабын терминвокс деп атады. Терминвокс электромузыкалық аспап. Онда музыкант қолынан аспаптың антенналарына дейінгі қашықтықты өзгертеді. Таңқаларлығы терминвокста оған қол тигізбей ойнауға болады. Сонымен қатар терминнің құрылғаны әуелі музыка шығару үшін емес, қауіпсіздік дабылы ретінде ойлап тапқанда қызық. Бір күні Лев Терменді ел басшылығы өзінің тамаша өнер табыстарын көрсетуге шақырады. Ол бөлмеге 2 антеннасы бар қораппен кіріп, құрылғыны құмыра артына жасырады. Бір сарбаздан құмыраға жақындауды өтінді. Жақындаған бойда өткір дыбыс естіледі. Ол күндері бұл жаңалық болатын. Содан кейін Термен қораптың үстіне қолын бұлғай бастады. Кенеттен біреу ән айтып жатқандай дірілдеген әуен естіледі. Ал енді компьютерлік технологияның арқасында біз бірінші электрлік органның, Хаммонд органның дыбысын ести аламыз. Оның американдық өнертапқыш Лауренс Хаммонд жасаған. Содан бері синтезаторлар үнемі дамуда. Олар тіпті шынайы емес, фантастикалық дыбыстарды синтездеу үйренді.
синтезатордың аспаптарға дәлме-дәл еліктей бастағаны сонша, кейде айталық нағыз саксофонды оның синтезаторлық дыбысынан айыру қиын соғады. Балалар, сендер синтезатордың рояль, флейта, саксофон дыбыстарын еліктей алатынын байқаған шығарсыңдар. Әдетте синтезаторда тембрлерді ғана басқарып қоймай, өз жеке тембрлерді де шығаруға болады. Бұл арнайы басқыштар арқылы жасалады. Балалар көріп отырғандарындай, синтезатор мүмкін болатын функцияларға толы аспап. Дегенмен, қанша жоғары технологиялар дамығанымен, олар музыканттың өз шығармаларына салған таланты мен жан дүниесін алмастыра алмайды. Балалар, ендеше сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: музыкалық телеграфты кім ойлап тапты? Екінші сұрағымыз: қауіпсіздік дабылы ретінде қолданылған аспап қалай аталады? Үшінші сұрағымыз: электроорганды кім ойлап тапты?